Assalamu алейкум. Күннің ахметлі уақиялары менен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Бәхәрдің елімізге, жүреклерге қадем қойуы әммесінен гозал әм өзгеше. Әсіресе бұл мәусімде ұлыстың ұлылық күні, Наурыз байрамының табиаттың оянуы, жаңалануы, жақсылық тымсалы, мехір ақыбет әм қадіриyatlардың ұлығлануы спатында кең түрде белгіленуі қадірлі әм әзиз айям. Солықтан да республикамыз бойлап Наурыз қуанышлары елі давам етпекте. Орынларда Наурызды ұлығлау, инсанды ұлығлау сүреніменен өткеріліп атырған байрам салтанатлары хабаршымыздың репортажында. Бірлік мехір һәм жаңалану аямы Наурызды Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайы жәмәәті де көтеріңкілік рухта белгілеп өтті. Милли дәстүр һәм қадіриyaтларымыз өз көрінісін тапқан көргізбелер көп милләтлі халқымыздың милләтлер аралық татулығын өзара құрмет һәм кең пейілік фазилетлерін және бір мәртебе көрсетті. Дослық һәм мехір ақыбетті және де бекемелеуші байрамға орайдың барлық бөлімлері қатынасып, Наурыздың және де қуанышлы, қызықлы өтуіне үлес қосты. Түрлі дәстүрлеріміз тәулеленген көріністер қадіриyaтларымыздың және де қастерленіп ұзақ сақлануына үлес қосты. Наурыз байрамы соның менен қадірлі. Хаттекі міне білеміз, біздер тарихтан ұрыс болып атырған уақыларда ұрыслар тоқтаған. Милли үріп әдетлеріміз қадірленгенлігі менен халқымызда осы байрам әзиз есапланады. Хамде көтеріңкі рухта байрамлап атырмыз. Біздер де осы үріп әдетлерімізді қолап қуатлаған халда, міне тыңлаушыларымыз менен біргелікте әсіресе осы мектепке шекемге басылаушы һәм арнаулы тәлім методикалар кафедрасы тарапынан кеше түні менен сүмелек қайнатты. Бүгін мінеке қара үйлерді құрып, милли киімлерде хаужар қосықларын айтып, қыз ұзату, басқа да үлкен-үлкен біздердің қадіриyaтларымызды біргелікте алып барып атырмыз. Жаңға жағымлы милли қосықлар, сазлар, бәршені байрам қуанышларына бастады. Наурыздың сәніне сән, рухи yosh бағышлады. Бір-біріне жақсы тілеклер білдіріліп, жасыл гүлдер еліміздегі тынышлық, парауалық үшін шүкіршілігін білдірді. Жарқыраған құяш, ашық аспан, инсаулардың кеулінде қуаныш, жүзінде күлкі болып, әммеге шадылық ұласып кіріп келген Наурыз байрамы үлкен көтеріңкі рухта өтіп атырыпты. Табиатта инсаулардың кеуіл нәпесін сезінгендей жарқырап, Наурыз байрамының кеуілі өтуіне өз үлесін қосып тұрғандай сезіледі. Міне осы март айында осы педагогикалық шеберлік орайына келгеннен қуанышлыман, себебі бүгінгі Наурыз байрамы өзгеше көтеріңкі рухта өтіп атырыпты. Бәршеге, әрбір шаңыраққа, әрбір кеуілге Наурыз байрамы өзінің жақсылық нұрларын алып келсін. Келешек иелері болған перзентлеріміздің тәлім тәрбиясында педагоглардың шеберлігін асыру, мамандығын жетілдіру оғада ахметлі. Сондықтан да бұл жердегі профессор, оқытушылар педагогларға тәлім беруде сырт ел тәжірибелерін өздестіруге де айрықша әтібар қаратқан. Олардың бірі жақында Азербайжан Республикасына барып келді, оның менен сөйлесеміз. Орайымыздағы бірнеше профессор оқытушылар шетелдерге барып келді. Солардың қатарында бізде барымыз Азербайжан Республикасында болып, ол жердің тәжірибесін үйрендік, ол жерде STEM технологиясы, инклюзив тәлім хақында білімлерді алып келдік. Әлбетте бұл алып келген білімлеріміз сабақ процесінде, педагогикалық іскерлігімізде өзінің нәтижелерін беріп атырыпты. Сондай-ақ кәсіптестеріміздің арасында Францияға барып келгендер де бар. Һәм және режелестірілген келешекте басқа шетелдерге барып келуді режелестіріп қойған. Бұл әлбетте өзіміздің үстімізде іслеуді, өзіміз сол кәсіптік жақтан рауажлануды бізге береді. Педагогларға хақиқи көтеріңкі кейпият наметкен байрам ләжлары зауқлы концерт бағдарламасына ұласып кетті. Онда шығып сөйлегендер бәршені ұлыстың ұлы күні Наурыз байрамы менен қызғын құтлықлады һәм халқымызға тынышлық, абаданлық, бақыт, ықбал, тұрақлы рауажлану тіледі. Ашық аспан астында өткерілген театрластырылған концерт бағдарламасы болса, әмменің кеуілеріне зор, ілхам, yosh һәм шухары кейпият наметті.